Саламатсыздар ма? Менің есімім Абзал Сембекұлы Малбасқанов, дәрігер торакалды хирург, пульмонолог. Сіздерге айта кеткім келетін бір дүние. Мына өткен бағдарламада ковид пневмониясын айтқан едік. Сол ковид пневмония кезінде алдында ауырған адамдар бар, кеңеске келіп жатады. Көп жағдайда компьютерлік томография өтетін болды, қазір көбісі рентген өтетін болды. Компьютерлік томография өткен кезінде барлығына фиброз деген диагноз қойылады. Нақа болмаса пневмофиброз. Адамдардың жүрегі ұшады. Енді мына Ф деген әрпі қазақ тілінде жоқ қой жаңағы. Сол себептен футбол дегенде футбол дейміз ғой, сол сияқты фиброздар көбейеді. Бұл фиброздардың не? Фиброз деген бұл әр аурудан кейінгі пайда болған дүние. Соның көрінісі. Денеңізді бір нәрсе тіліп кетсе, содан кейін тыртық қалады. Сол сияқты алдындағы айтып кеткендей, ковид пневмония кезінде интерстициалды пневмония болады, қан тамырларының қабынуы болады, альвеоланың қабырғаларының қабынуы болады. Кейін ауру қайтқаннан кейін сол қабынған жерлерде тыртықтану болады. Егер де сіздің ағзаңыз 50%-ға зақымдалған болатын болса, 50%-ға дейін тыртықтануы болуы мүмкін. Бірақ көп жағдайда фиброз шектелген болады. Ал енді мен айтқым келіп отырғаны, фиброз деген түсінікті түсіндірдім ғой. Фиброзирующий альвеолит деген ауру бар. Фиброзирующий альвеолит деген ол бір күнде немесе бір айдың ішінде сізде бәрі тыртықтанып қалмайды. Тыртықтану біртіндеп жүре бастайды. Өйткені үстіңіздегі киім су болса, бірден кеуіп кетпейді ғой. Біртіндеп бірнеше сағаттың ішінде кебеді, күннің астында. Сол сияқты интерстициалды пневмония кезінде, ковидтік пневмония немесе тағы да басқа созылмалы немесе инфекциялық аурулардан өкпедегі қабыну бірден жазылып кетпейді. Мысалға сізге диагноз тура қойылса, дәрі тура тағайындалатын болса, пневмонияның өзі 7 күннен 21 күнге дейін емделеді. 7 күннен 21 күнге дейін емделетін болса, оның ауырғаннан жазылуы ұзақ уақыт алады деген сөз. Сол ұзақ уақыт алу аясында адамдағы жазылу 3 апта дейді. 3 аптаның ішінде фиброз емес, фиброзирующий альвеолитке ұласып кетуі мүмкін. Фиброзирующий альвеолит деген ағзаңызды вирус келіп қоздырып кетті. Сіздің сол ағзаңызды вирус қоздырып кеткен соң, сіздің ағзаңызда аллергиялық процестер жүре бастайды. Сіздің өзіңіздің ағзаңыздағы клеткалар өзіңіздің басқа клеткаларды иммундық жүйе атака жасайды, шабуыл жасайды. Шабуыл жасаған кезде сізде тыртықтану күшейеді. Сонда қарап отырсаңыз, біртіндеп егер де оны дер кезінде тоқтатпасаңыз, фиброзирующий альвеолит, альвеолар біртіндеп өшіріп, кейін сіздің өкпеңіздің жартысы немесе жартысынан көбі тыртықталып қалып, сізге мынандай ғана өкпе қалады. Сондағы бұның симптомдары қандай болады? Адамға әрқашан дем жетіспеу, ентігіп отыру, тыныс алу 24-25 дейін жету, мынау астманың көрінісі сияқты болады. Бірақ астма кезінде дәрі сеп, адам тынысын ашып алатын болса, фиброзирующий альвеолит кезінде көп жағдайда ауаның тынысты аша алмай қаламыз. Егер де осындай пневмониядан кейін реабилитация өтпесеңіз, осындай тексеріп тұрмасаңыз, сізде осындай ауру туындап кетуі мүмкін. Бұның соңы 3 айдан 6 айға дейін тынысыңыздың көбісін жоғалтып алуыңыз мүмкін. Мысалға, ковидтен кейін, мына жалғыз ковид емес, басқа да инфекциялардан кейін біз дәрі аламыз, жағдайымыз жақсарады, одан кейін бітті, дәрігер жақсы екен, менің денсаулығым дұрыс болды деп дәрігерге звондамаймыз да кетіп қаламыз. Ал негізінде звондап хабарласып тұру керек. 2 апта, 3 аптаның ішінде. Не себептен? Мүмкін сіздегі пневмония түрі ауыр болған шығар. Дәрігеріңіз біледі, сіз оны білмейсіз. Оның қандай қауіп алып келетінін дәрігеріңіз біледі, сіз білмейсіз. Сол себептен мүмкін контрольді қайтадан рентген немесе КТ жасаған дұрыс болады. Өкпеде өзгеріс қалай жазылып жатқанын. Сіз де тыныш боласыз, дәрігеріңіз де тыныш болады. Егер де жаңағы фиброзирующий альвеолит басталып жатса, ондай болса дер кезінде дәрілерін тағайындап тоқтатуға болады. Сол себептен фиброзирующий альвеолит ол өте қатерлі ауру. Осы соңғы 2 жылдың ішінде өршіп тұрған дүние. Денсаулықтарыңызға салғырт қарамаңыздар. Үйлік жағдайда емделмейді. Көп жағдайда дәрігердің кеңесімен. Сау болыңыздар.